Үйде бір ғана жұмыртқа болса, таңғы асқа ойланбай осы оладьиді пісіремін. Жасалу жолы өте оңай, әрі өте жылдам дайындалады. Ол үшін бізге керегі бір жұмыртқа, 2 ас қасық шекер және осы екеуін жақсылап көпіртіп аламыз. Сосын бөлме температурасында 250 мл айранымызды алып, ішіне жарты шай қасық сода салып, осылай гасить етеміз. Көпірген жұмыртқамыз бен шекеріміздің үстіне шым-шым тұз салып, тағы да араластырып, үстіне 2 ас қасық сұйық май құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне гасить етілген айранымызды да құйып, массаны біркелкі етіп, тағы да араластырып аламыз. Енді үстінен аз-аздап ұн салып, араластыруды жалғастырамыз. Қызып тұрған табамызға аздап май құйып, дәл осы видеодағыдай екі жағын қызартып қуырып аламыз. Міне қыздар, біздің оладушкилеріміз осылай болып пісіп шықты. Өте дәмді әрі тәбет ашар болып шығады. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар.